Сәлем достар, армысыздар, барша қазақ елі. Қайырлы күн барша өнер сүйер қауымға. Қазіргі таңда болып жатқан жағдайлар тек біздің елімізге ғана төнген қауіп емес, бүкіл әлемді уайымдатқан мәселе болып тұр. Да, на самом деле, друзья, пандемия коронавируса задел не только Казахстан, но и весь мир. Собственно, по этой причине все сидят дома. Осындай жағдайда ұлт саулығын сақтап қалу үшін елбасымыздың бірлесе білген ел бәрін жеңеді атты үндеуі баршамызға сабырға, байсалдылыққа шақырғаны барлығымызға белгілі. Да, друзья, и наша общая задача приложить все свои усилия для укрепления мира и согласия, стабилизации отечественной экономики и поступательного движения Казахстана. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Дария Пернешқызының бастамасымен біздің университеттің барша өнер иелерінің басын жинап сіздерге онлайн концерт ұсынбақшымыз. Бүгінгі онлайн концертіміздің жүргізушілерімен таныс болыңыздар. Біздің университеттің ең үздік түлегі, ең үздік қызметкері, керемет дауыс иесі, менің досым ағам Есбол. Рахмет, және де достар, менің бүгінгі әріптесім Жайдарман ойындарының чемпионы, Байдың балалары Жайдарман тобының белді мүшесі. Ең үздік ойыншысы. Ең үздік ойыншысы. Актер, өте талантты жігіт. Ұлан, бір қошемет қояқшы достар, үйде отырып өз-өзімізге көңіл күйімізді көтеріп. Керемет. Біздің ютубтағы Оқму телестудиясы арнасына қосылып жатқан барша біздің оқырмандарға, көрермендерге тағы да қайырлы күн дей отырып, бүгінгі біздің онлайн концертіміздің алғашқы нөміріне кезек берейік, Есбол. Әрине. Ендеше құрмет достар, бүгінгі біздің онлайн концертіміз өз бастауын алды. Назарларыңызға біздің алғашқы өнерпазымызды, алғашқы нөмірімізді ұсынуға рұқсат етіңіздер. Ендеше Майлы Қожаның термесі Ардақ Ысқақованың орындауында. Қабыл алыңыздар. Қариялар елімнің шежіресі дариялар. Армысың аға жеңгей белестерім, ақылшым маған берген кеңестерін. Армысың құрбы құрдас жолдастарым, өзімнің бір ойнаған құрдастарым. Осындай достарымның тойларында өзімше осылай бір ән бастадым. Атасы жақсы қандайды, перзент қамын ойлайды, перзентім адам болсын деп қылығына тоймайды. Анасы жақсы қандайды, қамқорлығы таудайды, қалқам деп шықса алдыңнан кеудеңде қайғы қалмайды. Ағасы жақсы қандайды, алдыңда асқар таудайды, сүйінгенде сүйеніш, құлағанда қолдайды. Інісі жақсы қандайды, айтқан бір тілді алғайды, ақылменен іс істеп бетіңе күйе салмайды. Қарындас деген мейман дос, сірада қапы қалмайды, қиын іс түссе басыңа туысқан қамын ойлайды. Бір келсең жұмыстан, төсегін қамын салғайды. Келіп тұрса ашуың, айналайын мырзаш деп басыңнан сипап алдайды. Ағайын жақсы қандайды, туысқанды қалмайды, жездесі жақсы қандайды, әкеден кемі болмайды.
қандайды, үзілген жерде жалғайды, жегені жақсы қандайды, бөліп бір жеген нандайды. Осының бәрі бар болса, есенде аман сау болса, айналайын жақсылы бағды. Өлет келіп басыңа, өз оралып қонбай ма? Керемет, достар, мінекей. Деген дауыс. Ерекше дауыс деп айтайықшы. Алдарыңызда өз өнерін көрсеткен Ардақ Ысқақова, құрметті достар. Майлы қожаның термесі. Керемет. Кезінде ес болып, енді кішігірім бізді көрген халық енді бізден әзіл күтетіні анық, сондықтан да кішігірім әзілден бастайын. Бәрекелді. Кезінде ғой енді БЗБ, яғни біздің заманымыздан бұрын бір хан өзінің уәзірлерін жинап алып айтып жатыр дейді. Уа, уәзірлерім! Жау жоқ деме жар астында. Қалың қол жинап, жоңғар бері қарай елімізге бет алып жатыр екен. Не істейміз деп. Бір ақылды уәзір орнынан тұрып, уа, Қанеке! Айтатын датым бар. Я, айта бер. Жауларға жаушы жіберейік. Жаулап қайтсын. Биші жіберейік. Билеп қайтсын. Күйші жіберейік. Шертіп қайтсын. Яғни біздің қазақтар көзінің тілінің қасиеттерлігі арқасында керемет жаудың бетін қайтарып отырған кезінде. Бәрекелді, керемет. Мінекей, құрметті достар, күй дегеннен шығады. Жалпы дәл қазір назарларыңызға біз келесі нөмірімізді, өнерпазымызды ұсынғымыз келіп отыр. Ендеше керемет бір күй болсын. Ерке Сылқым, Айгүл Амангелдиеваның орындауында. Қабыл алыңыздар. Керемет, мінекей, құрметті достар, біздің келесі өнерпазымызда өз өнерін назарларыңызға ұсынған болатын. Енді барлық отырған кісілер өнерді тамашалап,
шапалақ ұрғысы келіп отқан шығар. Әрине бізге сіздердің шапалақтарыңыз естілмейді, сондықтан да барынша керемет комментариялар жазып, комментарий арқылы шапалақ смайликтер жіберуге болады, және лайк басып достарыңызды шақырып арнаға жазылып онлайн концертті үйде отырып тамашалаңыздар. Расында құрметті достар, дәл қазір барлығы үйде, мүмкін біреудің іші пысып отырған болар. Сондықтан да достарыңызға айтыңыздар, осындай керемет оқыму телестудиясы каналында дәл қазіргі сәтте онлайн концерті өтіп жатқанын бір хабарлап жіберсеңіздер. Енді тағы бір әзіл айтқым келіп отыр. Керемет ал. Біздің халық күтіп отыр деп ойлаймын. Дәл осы сіздің әзілдеріңіз туған. Кезінде Ұлы Отан соғысында қазақтар мен немістер айтысып жатыр дейді. Уже қызық. Қазақтар мен немістер. Немістер айтып жатыр дейді. Бізде фашистер ғой енді. Бізде бір неміс 10 қазақ солдатының ойлағанын ойлай алады деп мақтанып жатыр дейді. Айтысып жатыр ғой жаңа. Қазақ солдаттар. Ал бізде бір қазақ солдаты 10 фашистің істеген қол жұмысын жасай алады. Бізде бір неміс пәлен түген нәрсені жасай алады. Бізде немістер айтысып, біздің қазақтарға очередь кезекке қап таппай қап, бізде бір қазақ бір қойдың етін жеп қояды деген. Бұл енді рас. Тоқса әлі біткен жоқ. Сөйтті фашистерге сенбейміз, ол жоқ. Жамайсың. Неге бар біздің солдаттардың арасында? Ротаға кіріп барып. Қабанбай, мен не болып қалды? Бір қойдың етін жей аласың ба? Не болып қалды? Жесең, соғысқа қатыспайсың. Ауылға қайтарамыз деген ғой. Ана қуанып көт. Бол, жесек жейік деп қойды сойып, қойдың етінің бәрін котлет қып істеген ғой, котлет. Котлет қып дайындаған, шара-шара леген котлеттерге батыр дейді. Қабанбай бастапты, жеп батыр. 3-4 котлет қалған кезде тоқтап қапты Қабанбай. Қабанбай, Қабанбай, сөйтсе Қабанбай атаң жеймін, қойдыға жана келеді. 2 қойдың етін жеп қоятын қазақ қой біздер. Енді үйде отырып, қазір біраз тек шай ішіп, тамақ ішіп, сондайға үйреніп қалған шығарсыздар, жұмысты сағынған шығарсыздар. Керемет. Жалпы құрметті достар, жалпы біздің көрермендердің көңілін көтеріп отырған ұланға да бір қошемет білдіріп қойықшы, жаңағыдай смайликпенен осылай керемет. Ендеше құрметті достар, біз әрі қарай жалғастырайық. Арнамызда келесі бір керемет әуен болсын. Халық әні Дударай, Фархат Бақытовтың орындауында. Кеттік, Фархат. Қабыл алыңыз. Meryem Jagor'deyim Orası kızar
құрметті достар, мінекей Фархат ұлдарыңыздың сіздер үшін шырқаған әнін тамашалаған болатынсыздар. Керемет, тағы комментарийге бір қошемет білдіріп қояйық. Лайк басып отырыңыздар сосын. Ендеше әрі қарай жалғастырсақ. Құрметті достар, келесі кезекте алдарыңызда өз өнерін көрсететін Ерғали Тұрымбетов вальс әні. Үйдегі қыз-келіншектерді вальске шақырыңыздар. Болсақта бұрын соңамыз, болайық шағыннан таныс, әуенге ырғалып бірге, ортада билейік вальс, қорқысы секілді бейне, отырсың көңілді күйде, қолымды ұсынып саған, келіңіз шақырам биге. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің, қанекей фотоға түсірші, бақытты сәтіңді менің. Саңқиды сенен, өзімді ұстадым әрен, ішімде тіледім үнсіз, бітпесе екен деп әуен. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің, қанекей суретке түсірші, бақытты сәтімді менің. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің, қанекей суретке түсірші, бақытты сәтіңді менің. Керемет, құрмет достар, біз онлайн концертімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бізге онлайн концертімізге керемет пікірлер жазылып жатыр. Бірен сараңын оқып кетейін. Керемет не деген ғанибет іс-шара дейді. Күлайым Мұратбаевна күшті жазған екен. Және де концерт керемет өтіп жатыр дейді. Өте тамаша, нұр жаусын дейді. Samsung. Сондай да арналар бар бізде, енді Samsung білмедік. Концерт керемет өтуде жарайсыңдар дейді. Ел еңсесін көтеруде онлайн концерт ұйымдастырған Оқму телестудиясына 1000 алғыс дейді Айбажания. Айба, керемет. Рахмет сізге де. Керемет. Ендеше құрмет достар, әрі қарай жалғастырсақ, келесі болып өз не үшін күлмедіңіз? Бір әзіл есіме түсіп жатыр да. Айтып берші, бізде хабарлап бір ән жіберші, сосын айтып беремін. Айтсаң күліп жіберемін қазір. Күліп болып алайын, хабарлай бер. Маған да қызық болып кетті әзіл. Ал жарайды, ендеше құрмет достар, келесі біздің әніміз халық әні. Еркемай. Айгүл Ортаеваның орындауында. Айгүл сен. Give
жоқ, дұрыс қой, керемет ән болды, бірақ ұлан мен бағанадан бері сенің жаңағы әзіліңді күтіп отырмын, жаңағы сен күлген әзіліңді айтып берші. Иә, айтып берейін, айтпақшы. Бір күні күйеуі үйіне келген ғой, сәл масаңқырап келіпті енді. Біртүрлі болып келген ғой енді. Сөйтіп әйел сұрап жатыр. Қайда жүрсің албаста? Не алып жүрсің? Неме ішіп ағасың, үйде отпайсың ба? Телевизордан жазып отыр ғой, үйде болыңыз, үйден шықпаңыздар деп жазып отыр ғой. Неменеге ішіп жүрсің деп сөйтсе, ана кісі, не болды? Дезинфекция ғой, не болды? деп жаңағы. Сен бар ғой, дезинфекция деп құртатын болдың сен. Сен бауырыңды құртасың сен бір күн деп. Күйеуің шыдай алмай кетіп өзіне күш жинап күйеуің бір кроваттың астына кіргізіп жіберді. Кроваттың астына кіріп дейді, жаңағы дейді, шыға албастан, шыға кроваттың астынан деген ғой. Сөйтсе, күйеуім, бұл үйде еркек мені, шығам ба шықпайым ба өзім білемін деп. Енді құрметті достар, күліп болды. Ғашықтар күніне арналған керемет әзілім болатын тұғын. Ғашықтарыңыздың арасында, күйеулерді ерлі-зайыптың арасында ондай жағдай мүлде болмасын. Айтпақшы, бүгін 15 сәуір Қозы-Көрпеш Баян Сұлу, яғни ғашықтар мерекесімен шын жүректен барша ғашықтарды құттықтаймыз. Да, друзья, позвольте от всего сердца поздравить всех влюбленных нашей страны с этим прекрасным праздником. С днем всех влюбленных. 15 сәуір. Керемет, комментарийде бір-бірлеріңізге гүл жіберіп қойыңыздар. Почему бы нет? Ендеше құрметті қонақтар, енді біздің арнамыздың қонақтары. Әрі қарай жалғастырсақ, керемет ән болғалы тұр. Келес. Кім бір жанды түршігетіндей, бір ойланып қалатындай ән. Қойш, бүйтіп қаласың өзіңді, бүйтіп қаласың бұл. Примерно сөйтіп тыңдайсың. Себебі келесі әніміз ауылға сағыныш. Сәкен Махамбетовтің осымен. Ау, сағынып кеттім. Жетегін еріп шалғаның, қалаған жеден жетіппіз. Артынан жүріп арманның, ауылдан шығып кетіппіз. Арайым төгіп аспанның, араласам да жек-жегіп, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Арайым төгіп аспанның, араласам да жек-жегіп, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Қонатым көлдің бетінен, түнгі аспанымдау сағындым. Түнейтін соның шетінен, құрдастарымдау сағындым. Жусамыл шопар ауылмен, көшемнің шаңын сағындым. Ағайым туыс бауырмен, шешемнің шайын сағындым. Жусамыл шопар ауылмен, көшемнің шаңын сағындым. Ағайым туыс бауырмен, шешемнің шайын сағындым. Әнімнің бейін тапқандай, қамысын көлдің сағындым. Шын берген ақын айтқандай, дауысын төлдің сағындым. Ауылдан көшкен күн, қалада өрлеп өсмейді. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Ауылдан көшкен күн, қалада өрлеп өсмейді. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Тамаша, керемет. Құрметті достар, бір бап кеттік қой. Құрметті достар, жалпы біздің мынау пікірлерімізді оқып отырмыз онлайн, және мұндай сұрақтар келіп жатыр. Барлықтарыңызда тек афиша болып тұрма деген. Жалпы барша біздің көрермендерімізге тағы да бір хабарлап айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Афишаның үстін басып
кірсеңіздер біздің онлайн концертімізді тамашалауға болады. Бір күні бір кісі көшеде афиша жабыстырып жүрген ғой. Афиша жабыстырып жүрсе, жерге қараса бір таспаға мұңын айтып отыр дейді. Ей, не болды таспаға, не болып қалды десе, басым бара шағып алды, басым ісіп кетті, тасыма сыймай қалды. Не болды десе, бүгін тағы далаға жататын болдым ғой деп. Керемет достар, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Ендеше жалпы келесі әуенімізді назарларыңызға ұсынуға рұқсат етіңіздер. Жалпы мультфильм жақсы көресің бе? Иә. Шректі көргенсің бе? Хой, Шрек мен туған ағам ғой. Керемет, ендеше құрметті қонақтар, сіздердің естеріңізге Фиона Дишем. Сіздердің естеріңізге дәл қазір керемет сол бір мультфильмнен үзінді деп айтсақ та болады, мүмкін жалпы сол кинофильмнің, мультфильмнің саундтрегі назарларыңызда. Ешектің айтқан ән ма? Сол ма? Жоқ, ол кейінірек болады, дәл қазір жай ғана кішігірім бір лирика. Аллилуйя әні, скрипка, а всем шафкат. Давайте встретим, друзья. Очень. Ана Шрек мультфильмде ешек бар ғой. Ешек әйел бар ғой. Иә. Драконча анау. Иә. Сол аузынан от шықпай қалыпты.
Газдың ақшасын төлемеген болу керек па ма? Оқуға шығар керек. Керемет. Көңіліңді түсіретін зат тауыпсың. Еспол, сен білесің бе? Төтенше жағдай кезеңінде біздің университеттің профессор оқытушылары құрамы өздеріне жүктеліп отырған міндеттерді жауапкершілікпен қабылдап, Қазақстанның жоғары оқу орындары өзара тәжірибе алмаса отырып, көрдің ба, болашақ мамандарды даярлау ісін сапалы ұйымдастыру бағытында жұмыстар жасап жатыр екен қазір. Керемет. Жалпы құрметті біздің көрермендеріміз, құрметті достар, жалпы қазіргі жағдайға байланысты мінекей бір мақсат, бір мүдденің төңірегіне топтасып, індетке қарсы жұмыла әрекет етейік. Салғырттыққа жол бермейік, өйткені салғырттық өз денсаулығымызға ғана емес, ұлт саулығына да қатер төндіретін ұмытпайық, достар. Ал біз әрмен қарай онлайн концертімізді жалғастырамыз. Кезекте Карима Оралованың орындауында Қуанышым қазынам, қабағыңнан назуғам, таратайын. Өзі айтсын. Ал қабыл алыңыздар, Карима Оралова, Қуанышым қазынам. Мен армансыз деп едің, жерде емес көктемін, көзімді ашып көргенім, аузымды ашып өпкенім, қуанышым қазынам, қабағыңнан назуғам, таратайын халқыма, өзің жайлай жазып ән. Қуанышым қазынам, қабағыңнан назуғам, таратайын халқыма, өзің жайлай жазып ән. Тола бойым тұнығым, менің жарты сынығым, қуанышым қайғымнан, тәтті-ау сенің қылығың. Қуанышым қазынам, қабағыңнан назуғам, таратайын халқыма, өзің жайлай жазып ән. Қуанышым қазынам, қабағыңнан назуғам, таратайын халқыма, өзің жайлай жазып ән. Достар, барлықтарыңыз қосылып отырдыңыздар деп ойлаймын әуенге. Себебі барлығымыз сөзін толық білмесек те, бір сәттерін білеміз. Әуен енді құлақта тез жаталатын ән ғой енді. Осы орайда мен кішкене әзіл емес, мысал әңгіме айта кетейін. Керемет. Кезінде енді соғыс кезінен бастадық қой. Бір жауға шығып бара жатқан батыр жолдан бір шалды көріп қапты. Көкейінде жүрген сұрақтар болса керек. Көке, айтыңызшы, жұмақ деген не, тозақ деген не деп. Сөйтсе ана шал, сен қандай батырсың? Маған төтесіне сұрақ қоя салатын. Бұтың болса талсақ, қылышың тым ұзын сияқты. Қандай батырсың сен өзің? Сөйтсе ана батыр ашуланып кетіп, қылышын суырып алып, не айтып отырсың деп. Сөйтсе көкеміз, міне сізге жайлап тозақтың есігі ашылып жатыр деп. Сөйтсе анау сабасына келіп, көке, айып етпеңіз, кешіріңіз, қате болып қалды, қылышым сермегенді қайтып салып, қылышын қынабына салып баса ана кісі айтып жатыр дейді. Енді жұмақтың есігі ашылып жатыр деп. Сол сияқты жақсы нәрселер жасайық, барынша үйде болайық. Құрметті достар, үйде болыңыздар, ешқайда шықпаңыздар. Ендеше әрі қарай жалғастырайық. Енді ортаға басында енді біздің онлайн концертімізді бастап берген Ардақ Ысқақова ханым. Тағы ортаға шақырып, өзінің әуенін тыңдайықшы, дауысы керемет екен. Алғашқы болып Майлықожаның термесін назарларыңызға ұсынды. Енді дәл қазір түрік елінің халық әні «Sevdan olmasa». Bende deli rüzgar gibi kasret olmaz.
Керемет достар. Тамаша, керемет, әлсір қалды түрікше. Енді бізге тағы да бір жазған комментарияларды оқып кетейік. Әрине. Осында індеттің кезінде халыққа өз өнерлерін көрсетіп, уақыт бөліп жанашырлықтың жаршысы болған Мұхтар Әуезов атындағы Оқмуға 1000 алғыс дейді. Яғни бұны жазған Нұрайым Шахимерге. Нұрайым, рахмет саған. Және әріптес ақын Ақмарал Өлеубаеваның әнін жақсы орындағаныңа рахмет дейді Сабира Әбдірайымова. Халықаралық республиканың ақындар айтысының лауреаты Карима Оралова дейді. Нұрайым күшті ақпараттарды біледі екен. Ардақ талантты, жақсы көп үміт күтемін дейді. Яғни Ардақтың әні ұнап қалу керек. Себебі басында жаңа қазақша ән айтты Майлықожаның термесі, қазір түрікше айтып жатыр. Ардақ, арнамыздан алыстамасаңыз, өйткені қазір сізден әзірбайжанша, күрдіше ән сұрап қалуы мүмкін. Дайын болыңыз. Қарай жалғастырайық. Құрметті достар, біздің әрбір мінекей өнерпаздарымыз өз үйлерінде отырып, осындай керемет онлайн концертке атсалысып отыр. Ол кісілерге де бір ерекше алғысымызды білдіреміз. Ендеше әрі қарай жалғастырсақ, келесі керемет ән. Қандай ән? Атының өзі керемет қой. Название песни. Өмірге сауал дейді. Сонда өмірге сауал сұрақ қояды өмірде. Да. Енді әннің өзінен байқайықшы. Өмірге сауал Жанель Нұржанованың орындауында. Жанелепші ғой, Жанелепші. Жанель Нұржанова. Отырсыңыз жақсы ғой. Шай ішіп жатырмын. Қақтан алмай? Қақтан алмай? Шайханадан. Ендеше құрметті көрермендер, келесі әнімізді хабарлап жүрші, мен де алып келесің ғой. Хабарлап жүрші. Келесі ән Шайхана орындайтын Ақылбек Рахманбердиев. Ақылбек, дайын болсаңыз жіберіңіз. Чайчик чаю, весу крепкого вина. Я в музыку сыграю, здесь им нравится. На востоке, что-то небо без луны. На востоке, что-то жизнь без чайханы. Что-то жизнь без чайханы.
Керемет. Ойнап жатырмын. Қорықпа. Одан да келесі әнді қабылдасақ. Шайханаң жабық ау деймін. Бәрі тағы отыра берейінші мен. Ендеше құрметті достар, келесі ән менің көңілімнен қатты шығатын ән, прям ұнайды маған бұл өлең. Қандай? Батырхан Шүкенов ағамыздың әні. Қайран өмір. Ораз Нышанбай орындауында бірге қосылып ән етейік şu an. Давай. Керемет, құрметті достар, бір лирикаға бөлендіңіздер ма? Енді бір пікірлерді оқып жіберсек, оған тағы бір рет, Так, мен мына жерден бастайын онда. Жанеля, ағаң Еркін Нұржанов та елімізге танымал әнші, өзіңде талантты қызсың, талабыңа нұр жаусын дейді. Құрметті достар, жаңа ғана ән шырқаған Жанеля Нұржанова, біле білсеңіздер, Еркін Нұржанов мырзаның қарындасы. Керемет. Тамаша. Оны енді барлығы білетін шығар. Тағы мынандай керемет пікір жазыпты. Түріңнен айналайын, Ақылбек шыңдала бер деп. Ақылбектің әніне қатты ұнап қалса керек. Және соңында қайран өмірді саксофонмен орындаған жігіттің есімі кім, нөмірін бере аласыз ба дейді. Бойдақ қыз деген. Аккаунтының аты Бойдақ қыз. Есімі Ораз Нышанбаев. Дәл қазір сіздер үшін өнерін шырқаған. Тамаша, керемет, әдемі. Және тағы бір пікірлер жазған екен бізге. Ұлан, өзіміз карантинде әрең шыдап отырғанда экранның ар жағында отырып маскамызға жармаса қалдық қой, түшкіріп қорқытпашы деп жазыпты. Күлайым Мұратбаева дейтін кісі. Уайымдамаңыз, мен жай ғана әзілдеп түшкірген болатын. Ойнап айтамын. Ән айтайықшы. Bésame mucho. Өшім, сен де білмейсің ғой ар жағын. Мен де білмеймін, одан да білетін адам қайтқызайықшы. Құрметті достар, келесі ән өздеріңіз түсініп отырғандай Bésame mucho деп аталады. Орындайтын Ажар Райымхан. Ажар байланыстас па? Ажар.
Бес самый мучының сөзін біз ғана білмейміз ба десек, ажырда білмейді. Саксофонмен тап беріп отыр ғой. Есбол, қайдасың? Осы жердемін. Жоқ, әннің атын айтып отырмын, қайдасың деп. Әлімқұловтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқов атамыздың әні Райхан Қозбағарованың орындауында «Қайдасың» әні. Сол бір кез есімде жағасы болақтың айлы жаз кешінде сырласқан ұзақтың сүйкімді бейнеңді жүректе сақтадым арманым сол жерден сенедің тапқаным сүйкімді бейнеңді жүректе сақтадым арманым сол жерден сенедің тапқаным тағы да сол жерге оралдым қайтадан әлі тұр гүлдерде самал жел жайқаған қол бұлғап жарақтап тауда тұр аңсаған сен жоқсың бірақ та қайдасың қалқажан қол бұлғап жарақтап тауда тұр аңсаған сен жоқсың бірақ та қайдасың қалқажан көруге жаралған сен бейне айнасың өзіңсіз таба алман сағыныш айласын көрінші көзіме қуаныш жайласын аңсадым жүзіңді қалқатай қайдасың көрінші көңілге қуаныш жайласын аңсадым жүзіңді қалқатай қайдасың аңсадым жүзіңді қалқатай қайдасың Молодец, жарайсың, Райхан, молодец. Қазақ вальсінің королі Шәмші атамыздың «Қайдасың» әнін өз нақышында керемет орындап бердің. Бізде біршама пікірлер жиналып қапты, оқи кетейік. Молодец, Райхан қыз дейді, қазір ғана жазды. Аз жар талантыңа нұр жаусын, керемет дейді. Клара Оразбаева керемет деп жазыпты. Күлайым Мұратбаевна деген қыз. Шапалақ. Саксофоншы Ару не деген керемет орындау. Карантиннен шыққан соң қуаныш тойда үлкен сахнадан көлейік өзіңді дейді. Және Нұржан КК деген бит жазыпты. Мейрамбектің көк шөбін айтатындар бар ма екен? Көк шыққанға бір қуанып, шөп шыққанға бір қуанып. Ырзасыз ба Мейрамбек? Аман болыңыз.
ауырмаңыз. Ал біздегі келесі кезектегі өнер иесін хабарлай жіберсеңіз. Иә, құрметті достар, егерде Перизат есімді таныстарыңыз болса, біздің арнамызға шақырыңыздар. Неге жайша? Себебі дәл қазір керемет әуен Перизат Айгүл Ортаеваның орындауында. Не деген связка мынау? Атқан таңнан дидарың жаралғандай Перизат, күннің нұры көзіңнен нәр алғандай алтын айдай Перизат. Алма мойын қиғаштас жазық маңдай Перизат, көрген адам қасыңнан кет алмаған алтын айдай Перизат. Нұр ойнаған жүзіңнен, күлкі үйірілген көзіңнен, мінезіңе жарасқан айналайын сөзіңнен. Нұр ойнаған жүзіңнен, күлкі үйірілген көзіңнен, мінезіңе жарасқан айналайын сөзіңнен. Кесіп тұрған бақшаның сен мәуесі Перизат, көрген адам қасыңнан кет алмаған алтын айдай Перизат. Сағынғанның белгісі осы екен деп Перизат, енді өзіңді қостаған үнмен жырға алтын айдай Перизат. Нұр ойнаған жүзіңнен, күлкі үйірілген көзіңнен, мінезіңе жарасқан айналайын сөзіңнен. Нұр ойнаған жүзіңнен, күлкі үйірілген көзіңнен, мінезіңе жарасқан айналайын сөзіңнен. Тамаша. Керемет. Рахмет, күшті. Айгүл ханым, тамаша, керемет орындау. Домбыраны қалай тартады? Үстіндегі киімі қандай? Артындағы абой. Бәрі жарасымды, керемет. Супер. Керемет пікірлердің бірін оқи кетейік. Халықтың рухын көтеріп, көңілді әндерін сыйлап жатқан барша оқымудың өнер жұлдыздарына көп рахмет. Жарайсыздар депті Балнұр. Дауысы осындай деп ойлайсыз ғой Балнұрдың? Иә, енді қыздар сөйтіп сөйлейді ғой. Енді келесі өнерпаз иесін хабарламай жатып, бағана саксофон тартқан Ораз дейтін жігіттің нөмірін сұраған қыз экранға сәл жақындап отырыңыз. Себебі сіз үшін біз ортаға қайттан Оразды шақырдық. Ораз, саксофонмен дайын болсан қандай ән? Керемет ән, как раз таки бір лирикалық ән. Саксофонмен орындайды. Иә, саксофонмен орындайды. Қарсы алыңыздар, Ораз Нышанбаев, Байламос. Ораз!
жалпы да Тамаша. қалай Керемет. ойлайсың да Тамаша. керемет өнер деймін да мына саксофон тартудың өзі қандай бір өнер Иә. біз жүріп Екінің бірінің қолынан келе бермейтін зат саксофон деген. Жоқ, қиын ғой. мен бір рет бүйтіп қиын. жалпы бәрі қойды үфіресің деп анау үфіруің өзі қиын ғой анау қызарып кетесің ғой үфіріп жатқан кезде Бірақ саксофон тартудың да өзінің жолы бар, бірақ орындауға қатты қиналатын әндер де бар, білесің бе? міндетті түрде например Мысалға, Нури Камал. Нури Камал Нури Камал, не деген дауыс керек, не деген темп керек. не деген дыхание керек десейші Иә. ендеше құрметті достар саксофон мен Нури Камалды дәл қазір тыңдауға мүмкіндігіміз тумай тұр дегенмен керемет ән жанрында сіздерге ұсынғымыз келіп отыр Иә. Нури Камал Фархат Бахытовтың орындауында Фархат жіберші. Жаным қандай жайдар еді Нури Камал, Камаламай күнде ашық жанарыңай қолым жетпей, сөзім дөкпей жаутаңдадым қарағымай, қабағымай Nuri Kamal, Kamalamay Күнде ашық жанарыңай қолым жетпей, сөзім дөкпей жаутаңдадым қабағымай, қарағымай ойым озып, сөзім тәтті Аяна сені тапты көңілімнің жарасынан сыймай тасып сезім жатты Нури Камал, Камаламай күнде ашық жанарыңай қолым жетпей, сөзім өтпей жаутаңдадым қабағымай, қарағымай Нури Камал, Камаламай күнде ашық жанарыңай қолым жетпей, сөзім өтпей жаутаңдадым қабағымай, қарағымай қандай ашық. Мен беріліп кетіп түрлі болып кетеді, мен айтсам ше. Осы онлайн концертті пайдаланып, бүгін 15 сәуір ғашықтар күні тікелей эфирді пайдаланып, құрметті менің әйелім, жарым, Ақсұлу, Ақаш, мен сені жақсы көрем, мен сені сүйем. Айтпақшы, мен сені жақсы көрем деген сөз ағылшынша қалай еді? I love you. Орысша? Я тебя люблю. Білем. Өзбекше мен сені yaxshi көремін. Түркше қалай? Ben seni seviyorum. Сен негізі көп тіл білесің, е? Енді аз-маз білем. Мен сені жақсы көремін деген испанша қалай болады ол? Te amo. Te amo? Te amo. Не? Украинша көрші. Украинский сәл бір түрлі естіледі. Қалай? Я тебя кохаю. Я тебя кохаю? Я тебя кохаю. Ақош, я тебя кохаю. Ал французша қалай болады? Французша енді барлығы білетін шығар. Je t'aime.
жотем. Сондай ән бар емес пе айтпақшы, жотем дейді. Иә. Бізде орындайтындар бар ма сол жотем деген? Дәл қазір ұлан мен саған бір керемет сюрприз жасағым келіп тұр. Себебі білем, сенің әйелің Ақсұлу дәл осы өлеңді керемет прям жүрегімен сүйіп тыңдайды. Жотем әні, құрметті біздің көрермендеріміз, арнайы дәл қазір Айнұр Назарбекова ханым өзі студияда екен. Иә, керемет дәл осы өлеңді өздеріңізге арнап бергісі келіп отыр. Жотем, Айнұр Назарбекова. Des cœurs irrésistibles, des traits sans des certitudes, que quand éclate au vert, aurait peut-être le CD. D'un cesse d'une sommeil, je décidais de pardonner. Les autres prêts confiés à trop s'aimer. Moi se voir de réclamer, puisqu'on aime, tu me portais, me protéger. J'étais le gars qu'on n'arrête pas de protéger. Un peu de maturité, je m'arrête. Құрметті достар, мінекей лирикаға бөлендіңіздер ма? Мен бөлендім. Жотем, мен сені жақсы көремін. Әзірбайжанша қалай болады ал? Енді білмеймін, мен шілей әзірбайжанша қалай болады ма? Бәрі құтысырамын жүрсің. Біздің онлайн концерттің көрермендерін жалықтырып алмас үшін тағы бір анекдот айтқым келеді. Бір күні өзеннің қасында тұратын бір жігіт балық аулауға барыпты. Балық аулауға барса алтын балық түскен ғой. Алтын балық бар тілегіңді орындаймын депті. Орындасаң орында, бірақ алтын балық айтты, мен бір шартым бар. Сенің тілегіңді орындаймын, бірақ сенің не тілесең, соның екі есе қылып көршіңе беріп отырамын деген ғой. Опа. Қалай болады екен деп. Мақұл, ал мақұл орындашы. Маған бір
зәулім коттедж деген ғой. Зәулім коттедж берсе, көшіне 2 зәулім коттедж беріп жіберді. Анау шашып көрмін, қалай болды балыққа барып бер, болмады. Машина берші маған, 2 машина берші деді. 2 машина үйінде барса, 2 машина көшіне барса, 4 машина тұр дейді. Әбәдем. Маған көремайды ғой, енді көремаушы жаман ғой біздің қазақта. Сөйтіп алтын балыққа барып, маған 2 әйел берші деген ғой. Әдемі 2 әйел беріп, көшіне барса, 4 әйел құшақтап отырды. Анау жындан кетіп, көремай бар алтын балыққа барып, алтын балық мен жартылай инсульт қылшы деп айтады. Әзіл ғой, әзіл. Керемет достар, күліп отырыңыздар. Ендеше әрі қарай жалғастырақ, бір лирикаға бір тоқтадық ау деймін біз. Себебі келесі әніміз де бір лирикалық тұрғыда болмақ. Зато керемет ән. Қарсы алыңыздар, сүйген жүрек, Жансая Еділдің орындауында. Жансая, кеттік. Сүйген жүрек, өмірдегі тірек, күні түні соған, саған бақыт тілеп. Сүйген жүрек, сағынған жылаған, жүрсін дептін аман, Тәңірден сұраған. Сүйген сені жүрегім, мен де оны білемін, әмір жүрмес қашық жүрекке. Аймалашы алаулап, жан сезімім арай бақ, бұдан асқан бақыт керек пе? Аңсап сені сүйген жүрекке. Сүйген жүрек, бұл саған асыққан, ол үшін ғұмыр нұр, ол үшін күн думан. Сүйген жүрек, таусылмас асыл ән, сол сүйген жүректі саған ұсынам. Сүйген сені жүрегім, мен де оны білемін, әмір жүрмес қашық жүрекке. Аймалашы алаулап, жан сезімім арай бақ, бұдан асқан бақыт керек пе? Аңсап сені сүйген жүрекке. Байқап отырсың ба, ұлан? Бізде қаншама инструменттер жаңа баянмен ойнап жатыр, саксофонмен ойнап жатыр, гитарамен, домбырамен, жалпы барлық инструменттерді қамтып жатырмыз деп ойлаймын. Ендеше тағы бір пікір оқып кетуге рұқсат етіңіздер. Кім не жазды? Айба жанұя. Төтеннен пайда болған қауіпті дерттің салдарынан үйден шықпай отырған, үреймен қаупі қатар қаншама жанның санасын жаулаған сәттер арылтып, жайма шуақ сәттердің қадірін ұқтырып, оқыму ұжымына мың алғыс дейді. Рахмет. Рахмет сізге де, Айба жанұя. Не ғой? Естіп сол, мен үйлендім ғой. Үйленген кезде гитара аспаптарды айтып жатсың ғой. Мен папам домбырамен маған бір ән айтып берді ғой. Қандай? Үйленген үйге келін қылып түсірдім келіншегім. Сол кезде мына әнді айтты ғой. Сол күні. Жүрегің сонша жалынсыз вайнам, тұнжырап келдің. Тағынсыз қайдам, қош келдің балам. Мына соғысқа арулар деген қарусыз майдан, әйелдер деген қарусыз майдан. Өзінен көрді, ойың соңында. Керемет. Ал ендеше құрметті достар, әйелдер деген қарусыз майдан. Дәл осы әуеннің оригиналын тыңдасақшы енді, Олан. Ал сен оригиналсың деген ән ба? Басқасы. Найзағай болып оригинал деп айтса. Ендеше құрметті достар, қазір ғана тыңдаған өлеңдеріңіздің оригинал нұсқасы, бірақ сенікі маған қаттырақ ұнады. Ал, жарайды. Найзағай болып
орындайтын Айдос Алпысбай. Жүрегім сонша жалынсыз байдан тұнжырап келдің, тағынсыз қайдан жеңісі бақыт, жеңіліс қайғы, махаббат деген қарусыз майдан, махаббат деген қарусыз майдан. Түймедей бақа таңырқай берме, иіледей мұңды найзадай көріп, жауатын бұлттай жабырқай берме, жарқ ете қалшы найзағай болып, жарқ ете қалшы найзағай болып. Бағылын сұрап, азапқа жүрсің, бәрібір шыдап, махаббат майдан. Жүрек жауынгерді көр, тағы бір сынап, жауынгерді көр, тағы бір сынап. Түймедей бақа таңырқай берме, иіледей мұңды найзадай көріп, жауатын бұлттай жабырқай берме, жарқ ете қалшы найзағай болып, жарқ ете қалшы найзағай болып. Таңырқай берме, иінедей мұңды найзадай көріп, жауатын бұлттай жабырқай берме, жарқ ете қалшы найзағай болып, жарқ ете қалшы найзағай болып. Айдос мырза, рахмет сізге. Бір арасында бір махаббатқа бөленіп қалдық ау, шіркін. Есбол, бізде өзің айттың ғой бағана, біраз инструменттермен ән орындалды, саксофон, гитара, домбыра келіп жатыр. Тағы бір аспап бар бізде орындалмаған. Қандай? Подсказка берейін ба? Бер, пожалуйста, тауып көрейін. Не ғой, виолончель ма? Виолончель деген емес, дұрыстап ойлама. Не ғой мынау, арфа ғой, арфа тартатын арфа. Арфа емес, шлиен. Ей, мынау не ма анау? Кім же анау? Шылдырмақ. Бұл шылдырмақ мынандай ғой, деп тұрмын ғой мен саған. Қобыз. Ана қобыз ба мынау? Иә, қобыз көрмегенсің бе өміріңде? Қобыз көрмеген өмірімде. Ну что ж, дорогие друзья, деп жүре бермей. Көрмейсің ба қобызды? Қобыз. Маған өзіме интересно, қобыздың тұрғандай екенін білмейді екен. Білмейсің бе не? Так, хабарлап жіберейік онда. Қобыз өмір дастан орындайтын асыл зат Сұлтан Мұратова. Асеке.
Көрдің ба? Қобыз деген осындай болады. Ес бол? Енді жаттап алдым. Бірақ қобыздың даусының баянның дауысы шығып жатыр ма? Баян ар жағында қосалқы болып ойнап отыр екен. Мүмкін, ол да мүмкін. Иә. Бізде тағы бір өнер иесі бар. Яғни ол кісі Тұрар Әлменовтың орындауында Қысмет. Қарсы алыңыздар. Түрекет. Рахмет деген күшті керемет, жалпы жақсы болды. Ендеше құрметті біздің барша тікелей эфиріміздің көрермендері, назарларыңызға тағы бір келесі өнерпазымызды ұсынғымыз, шақырғымыз келіп отыр. Жақында Румыния елінде өткен Romania Got Talent жобасының қатысушысы, талай осындай керемет жобалардың жеңімпазы, лауреаты бүгінде сіздерге өз өнерін көрсеткелі тұр. Махмуд Урумбаев аккордеон аспабының нағыз шебері, өзінің авторлық әнін орындайтын болады. Ынтымақ мекені. Қарсы алыңыздар.
тамаша не деген Махмуд аккордеон тартқан кезде мына жағын ұстап тұрса мына жағы 1,5 метр созылып келеді ғой не деген. Махмуд Урумбаев, құрметті достар. Ендеше барша мінекей бізді тамашалап отырған қазақ елі. Бүгінгі мінекей өздеріңізге арнайы ұйымдастырған онлайн концертіміз өз соңына келіп жетті. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Дария Пернешқызына үлкен алғыс білдіреміз, және Дария ханым сізге біздің комментарийларда да үлкен алғыс жаудырып жатыр. Бүгінгі ғашықтар мерекесімен шын жүректен сіздерді құттықтаймыз. Барша біздің көрермендерге, оқырмандарға үлкен рахмет, алғыс айтамыз. Ал ендеше біз онлайн концертімізді аяқтаймыз. Құрметті достар, үйде болыңыздар, үйде отырыңыздар, ешқайда шықпаңыздар. Біз біргеміз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Аман болыңыздар.